Hello, dear student. How are you today? Open your book, page 93, Kazakhstan Sporting Success. Сәлем, құрметті оқушы. 93-ші беттегі Қазақстанның спорттағы жетістіктері жайлы соңғы бөлімнің соңғы сабағы бұл спорт жайлы. Келесі сабақ бізде басқа бөлім басталады. Демалыс, отпуск жайлы басталады. Енді сабаққа оралатын болсақ, сен қандай спортты көргенді қалайсың дейді теледидардан, немесе қандай спортпен шұғылданасың деген екі сұрақ тұр. Бізде сабақта екі сұрақ қойылып тұр. Енді бізде мәтін тұр. Осы мәтінді аудардым мен. Қазақстанның атлеттері спортта уақыт өте келе әйгілі болып келе жатыр. Адамдар көбінесе бокстың жетістіктері жайлы біледі. Қазақстанның боксерлері әлемдегі ең жақсы боксерлердің қатарына кіреді. Олимпиадада көбінесе бокстан алтын медаль алады. 2016 жылы Риода Қазақстан ең тамаша жетістігі болды. 207 елден 11 мың атлет 306 ойынға қатысты. 78 ел медаль алды. Ал Қазақстан соның ішінде 22-ші орында болды. Бұл деген керемет жетістік. Қандай медальдар болды? 104 атлет 17 медальмен оралды. Оның 3-еуі алтын. Сонымен осыларды кім ұтты? Қазақстанның жүзушісі алтын медаль алды. Бокстан 3 алтын және зілтемірден. Әйел адамдар әсіресе күшті нәтиже көрсетті. Күрестен және зілтемірден әйел адамдар 2 күміс медаль алды. Дмитрий Баландин дегені жүзуші. Болашақта Олимпиада ойындары қалай болмақ? Оны көру өте қызық болмақ деп ойлаймын. Бірақ біз сенеміз, қазақстандықтар жаман нәтиже көрсетпейді деп. Енді бізде бір тапсырма беріп тұр. Осы мәтінге байланысты сол тапсырмадан true or false-ты белгілейміз. False болатын болса, оны дұрыс сөйлемге айландырып жазамыз. Бірінші сөйлем: Қазақстаннан келген боксерлар дейді, Олимпиадада көп медаль алады дейді. Мен келісемін, true. 2016 жылы Олимпиада ойындарында 78 ел қатысты дейді. Бұнда false, 207 ел қатысты. Үшінші тапсырмада 100-ден артық ел дейді, медаль мен оралды. Жоқ, 78 ел медальмен оралды. Қазақстан 100-ден артық атлет келді. Қазақстаннан 104 атлет келді, дұрыс. Қазақстан 7 медаль жеңіп алды. 17 медаль false болады, бұл өтірік, жалған. 17 медаль жеңіп алды. Қазақстан 3 алтын медальды 3 спорттың 3 түрінен алды дейді. 3 түрінен алды. Осымен сабақ аяқталды. Қош сау болыңдар.